Бір таныс дәрігер бар еді. Демалыс күндері жұртты тегін емдейтін. Мамандығы кардиолог. Бірақ халықтың онда шаруасы жоқ. Жақсы көрген соң, сенген соң солай болатын шығар. Мен оған кейде көмектесетін едім. Бірде кабинетіне кірдім де, қалыңыз қалай деп сұрадым. Ол әдеттегідей жымиып, ел қатарлы деп қысқа қайырды. Үнемі солай жауап береді. Жақсымын деп те, жаманмын деп те, айтпай ел қатарлы дей салады. Шамасы, ел жақсы болса, мен де жақсымын дегені болар. Бүгін кішкентай қызын ерткен бір кісі келді. Қыздың киімі тым жұпын екен. Аяқ киімі тозған, портфелінің бауы шіріп, үзілуге шақ тұр. Әкесі дәрігерге шағымын айтты. Бірнеше күн болды, мына қызым ауырып тұрмын, сабаққа бармаймын деп үйден шықпай отыр. Қай жер ауыратынын білмейміз деді. Дәрігер алақанын қыздың маңдайына қойды, жүрек қағысын тыңдады, аузын ашып, тамағын тексерді. Сосын компьютерге бірдеңе жазды да маған бұрылып: "Үшінші қағазды принтерден шығарып берші" деді. Нұсқаулықты принтерден шығардым да көз жүгіртіп оқып көрдім. Онда аяқ киім, жаңа мектеп формасы, портфель, дәптер, қаламсап деп ұзын сонар тізім тұр. Дәрігердің науқастарға жазатын нұсқаулығы әркімнің жағдайына қарай әртүрлі келетін, бірақ мұнысы тіпті ерекше еді. Ол нұсқаулықты қыздың қолына ұстатты да: "Қызым, сауатың бар ғой, мынаның астына үйіңнің мекен жайын жазшы. Қажетті дәрілерді ұлым өзі апарып береді" деді. Қыз нұсқаулықты оқып шығып, сәл езу тартты да мекен жайын жазды. Дәрігер ұлын шақырып: "Мына дәрілерді ал да иесіне жеткіз" деп бұйырды. Келесі кезекте шешесін ерткен бір толық адам кірді. Толықтығы сонша, иегінің асты көлкілдеп тұр. Ол: "Дәрігер мырза, анамның денсаулығы болмай жүр, күнде бір жер ауырады. Қырсығып, дәрігерге қаралғысы келмейді. Әрең әкелдім" деді мұңын шағып. "Апа, неге қырсығып жүрсіз? Сізге дәрі жазып беру үшін тексеру керек. Анализ алып, флюорографияға түсіреміз" деді дәрігер. Ал қария болса: "Дәрігер болмасам да, өзіме не болғанын жақсы білем." "Ал сіз дәрігер бола тұра білмейсіз бе?" деді нық сөйлеп. "Ендеше айтыңыз, біз де біліп жүрейік" деді дәрігер. Кемпір саусағын жоғары шошайтып: "Мен қартайдым шырағым. Қарттыққа қарсы дәрің бар ма?" деді. Бәріміз күлдік. Дәрігер оның баласына қарап: "Шешең дұрыс айтады. Оның дәрісі сенсің. Көбірек көңіл бөл, күтім жаса" деп нұсқаулық жазып берді. Толық кісі сыртқа шығып бара жатып: "Дәрігер мырза, артық салмақтан құтылу үшін не ішуге болады?" деді. "Қарағым, арықтағың келсе, керісінше ештеңе ішпе" деді әзілдеп. Бәріміз тағы ду күлдік.